Өмірімізде болып жатқан кез келген оқиға, кез келген нәрсе, ол бір себептен туындайды. Қазір өміріңізде не болып жатыр, мысалы, жалпы айналаңызда, жалпы денеңіз қандай күйде, артық салмағыңыз бар ма, немесе салмағыңыз төмен бе? Мысалы, менің бойым 176, яғни менің салмағым, орта салмағым 76 болу керек, 76 килограмм. Бұрын мен 110 килограмм болдым. Міне фотосы. 110 килограммнан қазір мен 76 килограммға түстім. Енді қалай ойлайсыз? Ол салмақты тез және ұқыпты, былайша айтқанда, денсаулығыңызға зиян келтірмей, қалай өзіңіздің бағанағы саулығыңызға, өзіңіздің, яғни салмағыңызға келуге болады? Не деп ойлайсыз? Ауызды тыю керек пе? Ол да мүмкін. Бірақ ең басты себеп бұл біздің басымыз, ойлау қабілетіміз. Артық салмақтың ең басты, ең түпкі себебі ол өзіңізге өтірік айтуыңыз. Мына айтады ғой, орыста сөз бар, на обиженных воду носит. Яғни ренжігіш адамдарға су тасқызып қояды дейді. Ол не деген сөз? Мына ренжігіш адамдар көбіне бағанағы артық салмақты болып келеді. Мен өзім кезінде жертваның жертвасы болдым. Мен соншама ренжігіш болдым. Өзімнің өмірімдегі әртүрлі бағанағы мәселелерге, минусовой мәселелерге мен айналамды кінәладым. Яғни сосын айналамды кінәлаған сайын бұл өмір енді бізге айна, бұл өмір біз ішімізде не ойлаймыз, соны айна ретінде көрсетеді. Яғни сол мен бір адамдарды кінәласам, я өмір дұрыс, солардікі, кінәнің бәрі солардікі деп дәлел көрсете береді. Біз осы бір видеоларда айттым, кеңістік жоқ деген сөзді білмейді, кеңістік тек я деген сөзді біледі. Яғни мен әдемін десем, кеңістік я әдемісің дейді. Мен баймын десем, я сен байсың дейді. Мен жарлымын, мен кедеймін десем, я сен жарлысың, кедейсің деп саған бір сондай бір дәлелдерді көрсете береді. Сондықтан мына на обиженных воду носит дейді, яғни ренжігіш адамдар не болып келеді, сол артық салмақты болып келеді көбіне. Артық салмақ деген не? Ол молекулалардағы су. Май, жалпы молекулалардағы су, сондықтан сол сөзден шыққан. Ренжігіш адамдар су тасиды деген мағына, былайша айтқанда, яғни ренжігіш адамдар сонда іскіш болып келеді, іскіш, ісіп. Сондықтан артық салмағыңыздан айырылғыңыз келе ме, былайша айтқанда, өзіңізбен шынайы сөйлесе бастаңыз. Мына білесіздер ғой, пухленький, сондай семіз адамдар добрый болып келеді, сондай көңіл, қалай айтсам болады, адамға бір жақсылық ойлағыш, адамдардың бағанағы көңілін ойлағыш болып келеді. Неге? Сондай пухленький, сондай миленький дейміз. Неге олай? Себебі ол адамдар өзіне бағана жетіспеген махаббатты басқа адамдарға қызмет қылып алғысы келеді. Сондықтан ол өзімен шынайы болмағандықтан олар ісінеді. Мына адамның беті іссе, беті ісініп кетсе, мысалы таңертең тұрғанда бүгін мысалы бетіңіз ісініп тұрса, есіңізге түсіріңіз, кеше сіз өзіңізге қалай өтірік айттыңыз. Мысалы, өзіңізге қызмет қылмай, өзіңіздің аузыңыздан жырып, басқа біреуге бердіңіз. Сол да өзіңізге өтірік айтқаныңыз. Не бетіммен қараймын деген сөз бар ғой, бір мысалы ұялып тұрсаң, не бетіммен қараймын, бетім ай дейді мысалы, сол яғни осы нәрседен шыққан. Сіз өзіңізбен шынайы сөйлесе бастасаңыз, өзіңіздің бағанағы бойыңызда, өміріңізде қабылдамайтын нәрселерді қабылдасаңыз, мен мысалы, менің өмірімде бір осындай бір жағдай бар. Мысалы, бір жағдайлардың бірі деп өзіңізбен сөйлесіңіз. Мен осы нәрсемді мойындамаймын өз-өзіме. Өз-өзіме мойындасам, мен осындаймын деп. Мен тітіркенем, немесе мен желкенем, немесе бір сондай бір эмоция пайда болады. Және осы нәрсені басқа адамдар біліп қоймаса екен деймін, қорқамын. Сондықтан осы нәрсе сізді ішіңізде артық нәрсе толып жүр. Мен тамақты жақсы жеймін, тамақ жеген жақсы көремін, тәтті жеген жақсы көремін. Бірақ мен бұрын сол кішкене ғана бір булочка бірдеңе жесем, сол семіріп кететін едім. Қазір мен семірмеймін. Оның бәрі дәл сондай тамақ қайда кетіп жатыр? Себебі менің энергиям көп.
Мен өз-өзіме қазір өтірік айтпаймын. Сондықтан мен ісінбеймін. Өтірік айту деген нәрсе, ол артық нәрсені жию. Мысалы, бака дейді ғой, жанымыздан жанымыз семіріп кетеді ғой, қабырғамыз, жанымыз. Қалай айтсам болады, жанымыз. Екі жанымыз семіріп ісініп тұрады ғой. Сол деген сөз, соның психосоматикасы, соның себебі, сіз бір нәрседен қорқасыз. Бір нәрседен қорыққанда, бір машинада бампер болады ғой, бампер сияқты, яғни сізді қорғау үшін денеңіз ісіне бастайды. Жан-жақтан бір қорқынышты бір нәрсе келіп қалмау үшін сізді ісіндіре бастайды, яғни қорғай бастайды. Сіздің түп санаңыз қорғаныш іздей бастайды бұл өмірден, сондықтан жаныңыз ісе бастайды. Сондықтан қорқынышыңызбен жұмыс жасағанда, өзіңізбен шынайы сөйлескенде, сіз моментальды, міндетті түрде арықтай бастайсыз. Әрине мен одан бөлек Гербалайф өнімдерін қолдандым, әлі де қолданамын, жақсы көрем ол өнімдерді. Мен жүремін, бірақ егер мен өзімен өзім сөйлеспесем, әрдайым өзіме өтірік айтып тұрсам, сол Гербалайфты алатын, соны алу үшін менде энергия болмайды. Соны алу үшін ақша табатын энергия болмайды менде. Яғни менің түп санам сол Гербалайфты маған алдырғызбайды. Мысалы, мен түп санам білет, қазір мысалы ақша тапсам, сол Гербалайфты алып, мысалы арықтауым керек, арықтауым мүмкін. Бірақ түп санам мен оған жібермейді. Себебі ол сол өтіріктерді тасып жүр. Немесе бұл өмірдің қорқыныштарынан сақтанып жүр, сенің денеңді ісіріп. Сондықтан арықтағың келсе, соның ішінде тез арықтағың келсе, өзіңмен айнаға отырып, немесе осылай телефонға отырып, сөйлес, шынайы сөйлес. Егер батылдығың жетсе, қасыңда досың болса, немесе жақын адамың болса, немесе жарың болса, соған өзіңнің жасырып жүрген өтіріктеріңді айт. Сонда ғана сен арықтай бастайсың, өзіңнің салмағың елей бастайсың. Міне бір лайфхак. Сосын ойлауымыз мүмкін, мысалы мен бір адамды білем, ол сондай бір өтірікші адам, бірақ ода артық салмақ жоқ деп. Ол өтірікші болуы мүмкін, әртүрлі айлақы әдістермен нәсіп қылу мүмкін, былайша айтқанда. Бірақ ол өзінің сондай адам екенін біледі, өз-өзіне мойындайды, өз-өзіне өтірік айтпайды, өз-өзін солай жақсы көреді, қабылдайды, былайша айтқанда. Ол енді әрине өзгерер, өмірдің бір сынақтарынан өтер, бірақ ол әрдайым быстро переключаться дейді, яғни бір нүктеде ойында бір қалып қоймайды, бүйтіп, мүләйісіп жүрмейді. Ол мына нәрсені істейді де, қазір істеп отырды да, мына нәрсеге көңілі немесе ойы немесе ісі ауысып кетеді. Сондай адамдар, яғни әртүрлі жағдайда, әртүрлі мезетте сол жағдайға байланысты өзін өзгерте алса, ондай адамдар өзінің салмағында жүреді. Ал бірақ әр нәрсеге ренжіп, немесе өзінің көңілін ұмытып, біріншіден басқа адамдардың көңілін ойлағыш болса, ол адам міндетті түрде артық салмақ жинайды. Маған комментарий жазылыңыз, лайк бассаңыз, менен сізге алғыс. Сол бір жақсылықтарыңыз өздеріңізге мың есе қайтсын. Рахмет.